Ассаламу алейкум. Бүгін сіздермен умра туралы, яғни кіші қажылық, оның ішінде әйел адамдардың ерекшеліктері туралы, әйел адамдар ол жақта қандай заттарды ескеру керек туралы мәселемен бүгін подкастымыз осы төңірегінде әңгіме болады. Сіздермен бірге бүгін бізде қонақта әйел қыздар секторының ұстазы, қазіргі таңда Алғабас мешітінің ұстазы Жұлдыз ұстаз және де әлеуметтік желінің белсенді қолданушысы Елшін Ақмарал ханым. Қош келдіңіздер. Жалпы бүгін біздің тақырыбымыз осы Меккеге әйел адамдардың баруы тұрғысынан болады. Қазір енді өздеріңіз білесіздер, мүмкін Алланың бізге берген нығметі болар. Қазір әжелерімізден бастап жас қыздарымызға дейін осы Меккеге өте көп бару үстінде. Бірінші осы сұрақты көп бізге келіп жатады. Жұлдызда сізге қойсақ, жалпы қажылық әйел адамдар үшін парыз амал болып есептеледі ме? Иә, әрбір балиғатқа толған, ақыл-есі дұрыс, мұсылманмын деп өзін есептейтін, денсаулығы сау, әрбір әйел болсын, ер адам болсын, қажылықты қаражаты мүмкіншілігі бар әйел адамға ол парыз болып есептелінеді. Намаз мысалы қандай парыз болса, ораза қалай парыз болса, тура сол сияқты қажылықтың да парыздығы сондай. Қазір енді қоғам екі түрлі пікірде болып жатады ғой. Біреулер баруға болады десе, біреулер баруға болмайды деп жатады. Енді үлкен қажылық белгілі. Осы умраға әйел адам махрамсыз бара алады ма? Умраға негізі махрамсыз бармағаны дұрыс, махраммен барғаны дұрыс. Енді қазіргі кездегі жағдайға байланысты ғалымдардың бұған екі түрлі пікірі бар. Бір ғалымдар болмайды десе, екінші ғалымдар қазіргі қауіпсіздік жағдайына байланысты сенімді компаниямен, сенімді әйел жамағатымен бірге баруға болады дейді. Ал біздің муфтиятта бұған әлі толық нақты дәлел шыққан жоқ, бірақ қарастырылу үстінде. Рахмет. Ақмарал ханым, жақында ғана сізді естіп жатырмыз. Осы қазан айында Меккеге барып келіпсіз, отбасыңызбен бірге. Алла умраларыңызды, жасаған құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Осы Меккеге әркім әртүрлі оқиғалармен, әртүрлі себептермен, біреу бір мұң-мұқтажын сұрап, біреулер бір затты сұрап, біреулер рухани демалғысы келіп, немесе иманын толықтырғысы келіп барып жатады ғой. Сіздің жалпы осы Меккеге баруыңызға не нәрсе себеп болды? Қандай нәрсе Меккеге бару үшін бір күш берді сізге? Алланың қалауымен осыдан 2,5 айдай бұрын отбасымызбен бәріміз, ата-анамыз, әпке-сіңлілеріміз бәріміз умра қажылығына барып келдік. Енді бұл отбасымен барған өте сондай ерекше, жақсы екен. Ең жақын адамдардың қасында бір күні сол өздеріңіздің компанияларыңызбен хабарласып, осындай күні деп қазанның 30-31 күні ұшып кеттік. Осы айтып жатады ғой, Қағбаны ең алғашқы адам көзбен көрген кезде, оның дұғасы кері қайтарылмайды дейді. Қағбаны көрген кезде қандай әсерде болдыңыз? Негізі осының алдында бәріміз телефоннан қараймыз, жібереді, интернет желісінен қараймыз. Ол кезде қарап кеткенде прям жүрегің толқып бір жылап алатынсың. Мен де лично өзімде қарағанда, білмеймін, өзімді прям напряжен ұстап тұрдым. То, что көп адамдар болғаным ба, ата-анам қасында енді еңкіліп жылап тұрады емес деген сияқты ой болды ма. Қарадым, енді дұға тілеу керек білеміз да, жаттап алғам, шатасып кетпейді деп. Енді айтады, басында жазып алыңдар немесе деген сияқтанда толқисыңдар деп енді дұға тілектерімізді тіледік. Сосын уже тауап жасадық. Келесі күніма жақында барғанда ғана мен сезіндім. Қағбаны ұстағанда, көз жасың өзінен өзі аға береді екен. Түсіне алмай, жерде даусымды шығармай десем, еңкілдейсің да. Сол кезде мен түсіндім. Сол момент мен есімнен кетпейді. Қазір үйге келем, намаз уақытында болса да, именно сол жерде ұстап, мен прям көңілім босап, жүрегім елжіреген сәті, прям әрбір кезде ойыма салсам, прям толқып кетесің. Ұстаз, осы көп қыз-келіншектер умраға барғысы келеді да. Сол кезде, бірақ мен орамалда емеспін ғой, бірақ мен намазда емеспін, немесе мен Меккеге барғаннан кейін орамалды шешсем қалай болады деп бір қорқыныш болып жүреді. Жалпы осы орамал тақпай, намаз оқымай жүрген адамдар Меккеге бара алады ма? Бара алады негізі, бірақ та әр құлшылықтың өзінің шарттары бар. Мысалы, мешітке кірген кезде біз әуретімізді көрсетіп кіре алмаймыз. Немесе намазға тұрған кезде намаздың өзінің шарттары бар, әуреттің жабық болуы деген. Енді Меккеге біз не үшін барамыз? Құлшылық үшін барамыз ғой, құлшылық ету үшін барамыз. Сол үшін
біз Меккеге барған кезде сол жаңағы құлшылықты толыққанды істеуіміз үшін әуретімізді жабу керек болады, орамалымызды тағу керек болады деген сияқты. Бұл жерде Меккеге барған, намаз оқымайтын, орамал тақпайтын әйел адам барған кезде оның умрасы қабыл бола ма деген сұраққа, оны да біз Аллаға тапсырамыз. Себебі даже орамал тағып намаз оқитын әйел адамның да умрасы қабыл болуы или қабыл болмауы тек Аллах тағалаға ғана мәлім. Сондықтан біз тек қана орамал таққан мен намаз оқыған әйелдердің ғана умрасы қабыл болады, ал тақпайтындардікі қабыл болмайды деп айта алмаймыз, иә. Тек жаңағы шарт үшін, жаңағы құлшылықтың шарты үшін біз әуретімізді жауып, жаңағы Меккеге барғанда мешітке кірген кезде сол нәрсені намаз оқымасақ та сол жерде үйреніп істеуге тырысу керек. Енді әрине ары қаратай соны жалғастырып кететін болса, нұр үстіне нұр болады. Өйткені әр құлшылықтың өзінің сауабы, әр құлшылықтың өзінің дәрежесі, әр құлшылықтың Аллахтың алдындағы өзінің сыйы бар. Ақмарал ханым, сізді де естіп жатырмыз. Осы сіз Меккеге барып орамал тағыпсыз, иә, осы алғашқы умраңыздан кейін. Алла қабыл етсін. Сіз үшін өте қуаныштымыз. Осы орамалға келемін деген шешіміңізді сол Меккеде қабылдадыңыз ба? Енді біздің үйде менен кейін Мақпал деген сіңілім бар. Ол енді бұрыннан бері уже көп жылдар намаз оқиды. Енді біз айтамыз, біздің үйдің бас мүфтият осы кісі деп бірдеме болса, бір шығыстарда, ағаларымызда, туыстарымыз бәрі бірдеме сол сіңілімнен сұрайды. Енді оның жол үлкен деп құрметтейді. Бізде енді үйде көп нәрселер айтылады. Осылай болмайды, мынау шариғатта тыйым салынған нәрсе, бұл осылай болмайды деген сияқты. Ақыретке барғанда бірінші сұрағат намаздарың деген сияқтың арасында айтып тұрады. Бірақ та бізде енді дінімізде қыстау жоқ, бір-бірімізді заставлять ету жоқ. Әркімнің Алла тағала өз жүрегіне салғанда келетін уақыты бар деп айтамыз ғой. Бірақ та уақыт қысқа ғой. Бүгін барымыз, ертең жоқпыз. Ол қашан келеді деп күтіп той жүре алмайсың. Ой, ешкім сен 90-ға дейін, сен 100-ге дейін жасайсың деп ешкімге кепілдік берген жоқ. Сондықтан соны мен көп ойлана бастадым да. Бірінші енді мен не деп барам, алдында ешқандай намазым болмаса, мен не деп сұрақ жауап басталады. Мысалы, ақыретке барғанда, о дүниеге барғаннан кейін мен не айтам? Жастық шағың сұралады, намазың сұралады. Сол кезде айтамын да, уже сол сұрақ пайда бола бастағанда менде қорқынышта, қалай мен Аллах тағаладан мен өзім сұрайды екен, бірақ ол Алланың айтқан парызын орындамаймын. Қалай сонда мен бұл өмірде мен қалай сондай жаман адаммын ба деген сияқты. Содан кейін дайындала бастадым. Ой болды, Меккеге барамыз дегеннен тіпті дайындалып, Алла қалап, сол намазымды да бастап кеттім. Орамалымды сол жақта бастап кидім, осы жақтан. Сол қалып шешпей келді. Сосын ешқандай қиындықсыз қуанып, прям жеңіл болды да. Солай келдім, прям өзім қазір қуанамын. Қалай осылай жүрдім деп ойлаймын. Ата-анаңызға, осы ата-анаңыз Меккеге бару қиынға соққан жоқ па? Қалай барып келді жалпы? Біз енді Мақпал екеуміз, сол сіңілім екеуміз ең бірінші осы ата-анамызға бұл хабарды айтпас бұрын енді алдында дайындалып, ескертіліп айтылды, барасақ екен, Алла қаласа, бұл күшті ғой деген сияқты, арман сияқты қылып енді үстелдің басында отырғанда айтатынбыз, тамақ ішіп отқанда. Сосын бір күні барып, сіздерге Қазақ Travel компаниясына келдік, даталарын сұрадық, қай күні ұшамыз, қалай барады, прямой рейс пе, пересадка ма деген сияқты бәр жағдайды қарадық. Өйткені бірінші рет бара жатқан соң бірінші сезім есте қаларлықтай қалу үшін ол жұмыс істейтін компанияларға байланысты. Қазір сөздің шыны керек, өте көп, қазір қажылықпен айналысатын компаниялар өте көп, бірақ та біз енді сіздердің істеп жатқандарыңызға қаншама жыл, бұл Қазақ Travel'дің 10 жылдық тарихы бар үлкен компания, сондықтан біз бірден сенім артып осында келдік. Сол компанияға келдік, офисіне келіп, сөйлесіп қыздармен. Алматыдан тікелей Мединаға 5 сағат ұшып бардық. Біздің гидіміз Ақперді Ақынұлы деген азамат болды, өте керемет. Біздің сол группада адамдар да сондай мейірбанды, бір-бірімен ата-анамыз да разы болып, ата-анамыз разы болған соң біз де разы болдық әрине. Солай көңілімізден 100% шықты. Рахмет. Жұлдызтас, осы Алла қаласа, Алланың қалауымен сіз осы 25 ақпан күні ұшып бара жатыр екенсіз, Қазақ Travel компаниясымен Айша пакетіне ұстаз болып жетекшілік етіп. Түсінікті болу үшін мен айта өтейін. Бізде Қазақ Travel компаниясы Айша пакет шығарған. Ол Айша пакеттің ерекшелігі әйелдер жамағаты. Ол жерде көп кісілер умра қажылығын өтеумен бірге ол жерде 10 күн бойы Құраннан дәріс сабақ өтеді. Ол жерде мысалы
көп енді бізде балалар анасын жібергісі келіп жатады ғой. Анасын умраға барып келіп, сонымен бірге Құранға түссе ғой деген бір ниеті бар да кез келген баланың. Бір сол нәрсені қолға алып, осы жұлдыз ұстаз жетекшілік етеді. Жұлдыз ұстаз 10 күн бойы Құраннан дәріс өтеді. Егер адамдар Құранға түспеген болатын болса, әріптен бастап үйренеді. Ал Құранға түскендері болса, иншалла білімін жетілдіріп, қайталаумен болады. Жұлдыз ұстаз, дайындықтарыңыз қалай? Аллаға шүкір, қазір чат ашып танысу үстіндеміз, Алла қаласа. Негізі өзімнің дайындығым негізі үлкен жауапкершілік қой. Негізі өзімнің арманым Меккеге барып, еще умрада жүріп, еще шәкірттерге жаңағыдай Құран үйрету деген үлкен сауапты іс. Менің өзімнің армандаған нәрсем. Сондықтан өте андай дайындық үстіндемін. Осы 10 күннің ішінде қалай да әріптерді жаттасам екен, қалай да ережелерді түсіндірсем екен деген сияқты. Сондай бір дайындықта, және өзімнің бұрында 15 жыл болды ғой негізі ұстаз болып жүргеніме. Бірақ енді умрада қалай үйретемін, соған байланысты дайындығым жүріп жатыр. Ол жақта енді көбінесе мешітте болады, тауап етеді, умрасын жасайды, уақыттығыз ғой. Сол қай уақыт таңдасам деген сияқты умраға барып келгендерден сұрастырып, қай уақыт үнемді, қай кезде сіздер бос боласыздар, барып жаңадан келгендерден сұрастырып жатырмын. Сондай дайындық үстіндемін өзім. Ал жаңағы баратын шәкірттерге чатпен жаңадан танысу үстіндеміз, және мен жаңағы шәкірттерді алдын ала мен өзім танысып, және менің өзімнің онлайн сабақтарым бар. Сол сабақтарды қазірден бастап беріп, аспаннан түсіп кендей болмай, кішкене болса танысып барсын деген ниетпен онлайн сабақтарымды да берейін деген ниетте жатырмын солай. Бұл енді біздің алғашқы бастамамыз. Алдағы уақытта сұраныс болып жатса, осындай пакеттер шығару жоспарда бар. Өте керемет негізі жоспар. Негізі умрадан келген, қажылыққа барып келген әйел қыздардың көбісі маған Құран үйренуге келеді, былай деп келеді. Мен сол қажылыққа барған кезде, умраға барған кезде Құран оқи алмайтыныма қатты андай неттім, қиналдым. Біреулер бәрі алып Құран оқып жатса мешітте, мен Құранның тұстайында, от құшақтайында жылайды дейді. Мынаны қалай мен әріпін де білмейді екенмін ғой мынаны деп. Сондай келесі жолға умраға барған кезде мен үйреніп барам деп, сол үшін мен келіп отырмын деп Құранға келіп қатысатындар бар да. Бұл негізі мен естіген кезде өте қуандым да. Негізі қараңыз, солай барады, мешітке барады, Құран оқып жатқандарды көреді, и мына жақта ұстаз сен де осылай Құран үйрете аласың деп сол жерден бастап жоған үйретеді. Ол сондай ниетпен Құранды толық үйреніп кетпесе де, хотя бы әріптерін үйреніп, ежіктеп болса да үйреніп келген кезде қайдан арғата жалғастырып, келесі жол барған кезде мысалы Құранды хатым ететіндей болып барады да. Негізі өте үлкен бастама екен деп мен қуанып отырмын, арғатай жалғасын жасап, әрсе нұр үстіне нұр болатын еді. Мысалға, осы 10 күн бойы адамдар тек құлшылық жасаумен болады ғой. Ал осы, например, Қазақстандағы 10 күнде егер Құранға түсетін болса, ол таңертең 1 сағат сабағын оқып келеді, одан кейін үй тірлігі бар, жұмысы бар, қалып кетеді. Ал сол жақта 10 күн бойы құлшылық ететін адам сонымен бірге Құранға зейін қойып, намазына зейін қойса, ол өте керемет болатын сияқты меніңше. Негізі, дұрыс айтасыз, жаңағы Құран ол негізі нұр ғой, Құран ол жүректі ашады. Біз Құранға қалай жақындасақ та ол жүректі ашып қояды. Құранды хатым етудің әртүрлі жолы бар дейді ғой. Құранды әріппен хатым ету, Құранды мағынасымен хатым ету, Құранды жаңағыдай өзіңді әр аятқа салып, соған амал етіп хатым ету деген сияқты. Бірақ әріппен хатым етсек те біз сауап аламыз, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху айтқан ғой, бір әріпі 10 сауап деп. Енді ол жақтағы ол жердегі сауап одан еселенеді әрбір құлшылықта. Сондықтан жаңағы менің айтқым келгені әріппен әріпті үйреніп, сол әріппен хатымды үйрену арқылы оның жүрегін Алла тағала ашады да. Арғатай уже Құранға жабысқан сайын адам жабыса береді. Негізі Құранның өзі сондай несі бар, магниті деп айтуға бола ма? Бір жабыссаң арғатай жабысып қаласың ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисі бар ғой. Егерде кім таңертең тұрып Құраннан бір аятты үйренсе, ол 100 рекағат нәпіл оқығаннан да артық сауап беріледі деген. Енді ойлаңыз, ол мынандай жай жерде солай болатын болса, ол Мекке жерінде, Мәдина жерінде олай оқыса, ол одан да еселенеді деген сөз. Енді Қазақ Тревелі сол мүмкіндікті, сол сауап алуға адамдарға мүмкіндікті жасап жатқанына негізі өте қуанарлық, өте негізі керемет іс деп ойлаймын мен. Сол жақта, мысалы, бір аятты олардың үйренуі, сол жақта жүріп, сол үйренген аятын намазында дұрыс қосып оқи алуы негізі өте үлкен сауапты іс та.
осы жерде қоса кетсем, мен жаңа айтып жатсыз ғой, Құранды Құдай қаласа үйретемін шәкірттерге деп. Расымен де менде де сондай сезім болды. Бірінші рет енді барғанда бәрі ашатты зуылдатып, ана оқып жатқан, қазақша оқып жатқан сияқты оқып оқиды, бірінші барғанда оқиды дейді. Мен ұяласың ана жерде, бір әріп білмейміз ғой. Тоже зуылдатып оқығанда. Сосын Алла қаласа мен де дәріс бастайын деп ойлағам. Тауып алдым деп Құдай қаласа деп. Сосын жаңа айтып жатыр ғой, сауап өте мол. Бұл енді айтпасақ та белгілі шығар. Бұл Құран деген бізде мұсылмандардағы ең қасиетті кітап қой. Бұны дәрет ұстауға да болмайды деген сияқты. Және оның әрбір әрпі расымен де сауаптан мол. Кеше мамамыз намазға жақындата келіп жатыр да, айтып жатыр енді сүрелерді енді сестренкамыз үйретіп жатыр ғой, мама осылай оқисыз дегені, мама енді дұрыс тілі келмейді, былай шүлдірлеп оқиды, былай оқиды, ертең Құранды қалай оқисыз деп қояды, айтады. Мама бірақ айтады да, Алланың алдында ондай адам, анда кішкентай бала шүлдірлеп сөйлейді ғой, тәп-тәтті тілімен, сол сияқты болады екенсің. Сенің үйреніп жатқан, сенің тырысып үйреніп жатқаның өте Аллахқа жағымды екен. Сондықтан менің тілім келмейді деп, мысалы, апалар, үлкен аталар айтуы мүмкін. Ой, мен о заманнан кеткен, біздің совет үкіметін ондай болмаған деген сияқты, менің тілім келмейді деп өйтпеңіздер. Өйткені расымен де біз қаншаға дейін жасайтынымызды білмейміз ғой. Сондықтан бір әрпін болса да тіліңіз келгенше келтіріп оқыңыз, Алла тағала бірақ бәрін қабыл етуші ғой. Жұлдызда, сосын бізге мындай өте көп сұрақтар келіп жатады. Осы әйел кісілердің үзірлі уақыттарында умраны қалай жасайды? Егер сол жақта сол уақытқа сәйкес келіп қалып жатса, Әл-Харамның аймағына кіре алады ма? Жоқ, өкінішке орай мешітке кіре алмайды, және умраның да тауафын, жаңағы шарттарын істей алмайды негізі. Бірақ қазір енді медицина бәрі дамыған заман ғой. Негіз муфтияттың пәтуасы шықты, бұған қатысты шықты. Егер де солай умраға ниеттеніп жатса, жаңағы үзірлі уақыты соған сәйкес келіп жатса, алдын ала өзінің гинеколог врачпен ақылдасқан түрде дәріні қолдануға болады тоқтату үшін. Бұған муфтияттың пәтуасы шықты, болады деген. Бірақ өз бетінше емес, гинеколог врачпен ақылдасып, соның нұсқауымен ішілу керек. Ақмарал, енді сіз жақында ғана барып келдіңіз ғой умраға. Осы әйел кісілерге қандай өзімен киімдерді алғанға кеңес бересіз? Көп киім керек емес. Өзіңіз бір киім киіп барасыз, хиджаб бәрі оранып орамалдарыңызды, сосын тағы бір таза намаз кезінде де оқитын, сондай бір таза бірнеше көйлек алса, аяққа мәсі немесе кроссовка алса болады, және Әл-Харамның ішіне кіргенде салып алады да, мәсісін киеді. Өйткені ол кішкене кафіл ғой, сондықтан кішкене салқындау, және аяққа бір апаларымыз болса бір жылы шұлық алып алыңыздар. Негізі шариғатқа сай киіну ол жаңағы киген көйлегіміз біздің дене бітімімізді білдіртпеу керек, және мата қалыңдау болу керек, андай іші көрінбейтіндей, және мен мұндалап тұрмайтын дейді ғой, жалпы түсі не байланысты қатты ашық яркий мен мұндамын деп тұратындай болмау керек. Сосын жаңағы өте қатты модный болмау керек. Модный деген енді түсінікті шығар, андай қатты. Жалпы былай айтқан кезде ер адамдардың көзіне қатты түсе бермейтіндей киім болу керек қой. Енді тем более Мекке, Медина жеріне барған кезде ондай киімдер өте қажет деп ойлаймыз. Өйткені мешітте ер адамдарда, әйел адамдарда көп жүреді ғой, араласып жүреміз. Араласып жүргенде жалпы намазда бөлінеміз ғой, бірақ бәрі бара жатқан кезде ер адамдарды көп көреміз. Сондықтан сол жағынан қатты қадағалау керек. Және ер адамдарға ұқсамау керек киіміміз. Жаңағы әурет ер адамға ұқсайтындай шалбарымызды көрсетіп, мысалы сыртынан қысқа, мысалы туника киіп алуда негізі болмайды. Ер адамға мүлдем ұқсамау керек қой. Осы жерде тағы да бір ақпарат есіме түсіп отыр, пайдалы ақпарат болсын. Анасын жіберем дегендерге, болмаса үлкен кісілерді жіберем дегендерге ол жаққа барған кезде өзімен бірге дәрі-дәрмегін алып алған өте дұрыс екен. Себебі ол жаққа барған кезде бір адам халықтың бір 80% ауырады деп, өйткені ауа райына жаңағыдай үйренісу болады, тамағы ісіп жатады, сол секілді. Осы Қазақстанда қолданатын дәрілер ол жақта жоқ. Сондықтан бірінші дәрілерін сол реттеп алып, дәрілерін алып барғаны дұрыс болатын секілді. Зам-замды ішіп алады қатты, шөбілдеп, ыстықтап келіп.
ненің іші еще кондиционер деген сияқты содан тез hot cold деген ол жылы деп салқын емес. Ол жақта ауа райы ыстық болғанға барлығы ойлайды да, жаңағыдай барлық жер ыстық екен деп, бірақ негізі әл харамның іші кәдімгідей салқын. Мешіттер деген кәдімгі салқын, жерден ыза өтіп кетеді. Жаңа дұрыс айттыңыз, аяққа қалың ұстау өте керек екен. Осы қайта барудан умраға енді бірнеше рет барған кезде бізде мынандай сұрақтар болып жатады ғой халық арасында. Осы немене қайта умраға бара береді, ол ақшаны оданша мұқтаж адамға бермейді ма деген секілді бір сұрақтар туындап жатады. Қанша бүкіл дүниенің адамдары сол жерде жиналады. Тек қана қағбада ғана. Және ешқандай бір минутсыз дамылсыз қағбаны айналады. Ондай жер әлемде тек қана біздің Меккеде. Осыдан да ол жердің қандай қасиеттілігін сезінуге болады да. Оны мен қанша айтсам да сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сондықтан әрине бармағанға бір арман, барғанға мың арман. Мың арман, не барғанға мың арман. Ойлаңыз, барған адам тағы барғысы келеді. Біз енді группа бар ғой, енді созавать етілген группада. Тағы барғымыз келіп жатыр, қашан барамыз деп айтып жатыр да енді. Әрі барған сайын Қазақ Travel компаниясы сондай чаттар ашылады. Сол кезде адамдар уже сағынып жатыр. Сондықтан біз енді сағынған соң отбасымызбен тағы бір мәртеше қатарымызға өзіміздің аталарымыз, ағаларымыз қосып алдық. Күнде қосылғанда айтамыз ғой, барайық, давайте көріңіздер, бұндай деген қашанғы мәңгі бақи тірі емеспіз ғой, көріп қалыңыздар, барайық деген сияқты. Солай бір-бірімізге жақсылыққа себепкер болып жатсақ өте керемет. Біз енді умрадан қайтып бара жаттық қой. Сол кезде гидтің бір мынандай айтқан сөзі есімде қалып кетіпті. Осы енді бары қоштасып жатырмыз ғой. Ал енді сіздермен Мекке Медина қоштасады. Алла қаласа сіздер енді құлшылық жасадыңыздар, умра жасадыңыздар. Бірақ енді елге барғаннан кейін бір жәннаттың кілтін алып алған сияқты бір сенімді жүрмеңіздер дейді. Өйткені біз қай амалымызбен жәннатқа кіретінімізді білмейміз. Умра жасағаныңызбен ба, намаз оқығаныңызбен ба, садақа бергеніңізбен ба. Сондықтан өміріңіздің соңына шейін қолыңыздан не келеді, бірнеше рет умраға келесіз, бірнеше рет келіңіз. Намаз оқыңыз, садақа беріңіз деп сөйтіп айтып жатыр да. Бір сол сәт есімде қалып кетті. Содан ішімнен тағы ойланып кеттім. Мен тағы келемін деп сол жерге. Өте дұрыс айтасыз. Расымен біз қай амалымызбен жәннатқа кіреміз ба, кірмейміз болған ешкім саған гарант берген жоқ, ақмарал болды деген сияқты, онда ешкімде жоқ. Сондықтан біз қанша жат жасайық, даже үлкен қажылықты бір рет жаса, екі рет жаса, ол саған білмейсің. Қай уақытта сен Алланың алдында бұны сен жасалды ма, өтелді ма, өтелген жоқ бол белгісіз. Тек қана Аллахқа мәлім. Сондықтан шамамыз келгенше көзіміз тірісінде қанағатсыз бол дейді ғой. Иә, сондай ғой. Жақсы амал жасап біз намаз оқимыз, намаз оққан кезде мен осы намазымды күшті оқыдым, болды, осы намазымды Алла тағала қабыл етті деп айта алмаймыз ғой. Сол намаздан кейін тағы келесі намазды одан да хушукпен, жаңа Аллах тағала берілген түрде оқығымыз келеді. Одан кейінгі намаз, одан да былай шыққан кезде менің мына намазыма мен қанағаттанамын деп айта алмаймыз ғой. Мына намазымды ең керемет оқыдым, мен осыған қанағаттанамын деп. Тура сол сияқты умраға да, қажылыққа болсын, бізде бәрібір де жүрегімізде қанағатсыздық болып тұрады. Мен келесі жолы тағы да барып одан да күшті істесем ғой, келесі жолы тағы да барып одан да бұрын мына істемеген нәрселерді келесі жолы істесем ғой деген сияқты. Өйткені ол мұсылманға берілген сондай бір не ғой. Алла тағала жүрегіне сондай нәрсе салып қояды. Құлшылыққа деген қанағатсыздық сондай. Ол жақсы нәрсе ғой. Жұлдызда сосын бізде мынандай сұрақтар, әңгімелер болып жатады да. Негізі Меккеге барамын деп шешім қабылдап осылай билет алған адам бір өздігінің бір сынақтары болып жатады Аллах тарапынан. Менің өзім осы умраға барған кезде аман-есен бардық, Мединаға қондық. Мединада 3 күннен кейін уже Меккеге баратын жолда автобуста қатты ауырдым. 1 сағаттай жөтеліп, кәдімгі дем жетпей ауырдым. Сол кезде менде қатты бір андай қорқыныш болды да, Аллахым Меккеге жете алмай қалам ба, осы нәсіп етпедің ба маған деп, бір сондай қатты қорқыныш болып, ана жерде истихфар айтып, өз-өзіме шаққа келдім. Сол секілді адамдарға Меккеге барған кезде бір әртүрлі сынақтар келіп жатады. Ол мейлі люкс пакетпен барсын, премиумы болсын, Меккенің қасында гостиницада жатсын, Аллах тағала оған бір сынақтарын жіберіп жатады да. Алайда адам ол жерде бір андай сабырсыздық танытып, апарған турфирмадан көріп, болмаса жаңағыдай баласынан көріп, неге маған сондай бір сынаққа жандай әрекеттер жасап жатады. Сол тарапынан не айта аласыз? Ұлы сынақтармен бірге ұлы сауаптар дейді ғой негізі. Кез келген құлшылықта, кез келген негізі біз бұл өмір сынақ қой негізі. Кез келген құлшылықта бізде сынақ басталады. Ол не үшін біздің өзімізге былай айтқан кезде қаншалықты дәрежеде Аллаға жақындығымызды, қаншалықты дәрежеде сол құлшылықты шынайы
ниетпен оқып жатырмыз ба, шынайы ниетпен бара жатырмыз ба, соны тексеру үшін Алла Тағала, негізі Алла Тағала білуші бәрін, бірақ та біз өзімізге сол нәрсені көрсету үшін негіз береді да. Негізі біз жай кезде мен керемет адаммын, мен бір керемет мұсылманмын жай кезде, иә, сондай мінез құлқымдай керемет болып өзімді бір жақсы сезіну мүмкін да. Мен ешкіммен ұрыспаймын, мен ешқандай сабырлымын мен деп. Бірақ қай кезде өзіміздің шынайы бейнеміз ашылады, бізге сондай сынақ келген кезде, сондай бір қарым-қатынасқа түскен кезде, сондай адамдармен қарым-қатынасқа түскен кезде біздегі бар бейнеміз сол кезде ашылады ғой. Бар бейнеміз сол кезде ашылады. Қаншалықты дәрежеде. Басымызға түспей тұрған кезде, ой, аналар сөйте салмай ма, мен болсам оны отырып бүйте салатын деп жаңағыдай керемет болып мына жақта отырып ақыл айтамыз да. Бірақ дәл сол нәрсені өзіміз көрген кезде қандай екенімізді. Сонда осы жерде мен Меккеге барған кезде мен не үшін бара жатырмын? Иә, Аллаға жақындау үшін, Аллаға сондай бір шынайы бір Алла, мен сенің алдыңа келдім, міне, енді мені қабыл алшы, менің кешірші деп сондай бір ниетпен барған кезде, жаңағыдай бір сынақтарға біз өзіміздің немізді көрсетіп алмау керек деп ойлаймын да. Және айтады ғой, біздің пайғамбарымыздың хадисі бар, мұсылман иманның дәмін сезбейді, егер де оған тап болатын нәрсені оның айналып кететініне толық сенбейінше. Немесе оны айналып кететін нәрсенің оған тап болатынын сенбейінше толық, ол иманның дәмін сезбейді дейді. Бізге кез келген нәрсе, тап болу керек нәрсе, ол мысалы жаңағы неге барған кезде гостиницаға барғанда кілтіміздің күтіп қалуымыз, немесе сондай бір жаңағы баратын жерге уақытында бармай қалуымыз, ол негізі тағдырымызға жазылып қойған. Тағдыр деген ол біздің ақидамыз ғой, тағдырға иман деген нәрсе. Ол яғни оған біз сабыр сақтай алмай жатырмыз ба, яғни біздің иманымызда бір кемістік бар деген сөз. Абай атамыз айтқандай, алтау ала болса ауыздағы кетеді деп, алтау ала дегені бұл жердегі 6 иманның шартын айтып тұр да негізі. Сол шартта біз толық иман келтірмегендіктен жаңағыдай нәрселерге біз сабырсызданып, ашуланып, неге сөйтті, неге бүйтті. Айтады, пайғамбарымыздың тағы да бір хадисі бар, мықты мұсылман әлсіз мұсылманға қарағанда жақсырақ, бірақ екеуінде де қайыр бар дейді. Екеуінде де жақсылық бар дейді. Енді осы жерде сахабалар сұрайды дейді, Аллахтың елшісі, біз мықты мұсылман болу үшін не істеуіміз керек деген кезде пайғамбарымыз 4 нәрсені айтады екен. Соның біреусі өзіңе пайда беретін нәрсемен ғана айналыс. Өзіңе керек нәрселерге кірісе берме деген екен да, былай айтқан кезде. Екінші, Аллаға сүйен. Үшіншісі, әлсіздік танытпа деген екен да. Енді осы жерде қарап тұрсақ, осы мықты мұсылман болудың несі, ол денеміздің мықтылығы, әлсіздігі, денсаулығымыздың жоқтығы емес, бұл жердегі Аллаға бойұсынуымызбен сынақ кезінде өзімізді қалай ұстай алуымызға қарай біз өзіміздің мықты немесе әлсіз мұсылман екенімізді көретініміз. Сынақ кезінде біздің жүрегіміз қандай қалыпта болады. Және біздің аузымыздан қандай сөздер шығады. Бір оқиға бар ғой, Абу Ханифа деп келеді бір жерде, Осман ибн Аффан деп келеді, керуені жоғалып кетті деген кезде айтады ғой, сіздің керуеніңіз тонап кетті деп келген кезде ол альхамдулилля дейді. Сосын қайтадан келеді да, сол адам біраз уақыттан кейін сіздің керуеніңіз тоналмаған екен, мен жаңағы аман есен екен деген кезде ол тұрады да, қайтадан альхамдулилля дейді. Сонда адам таңғалады ғой, сіз жаңа екеуінде де альхамдулилля дедіңіз, не себептен деген кезде, себебі сен келіп сұраған кезде мен жүрегіме қарадым дейді да. Жүрегім жоғалғаны үшін қайғырды ма, дүние үшін? Жоқ, жүрегім бір қалыпты болды дейді да. Сол үшін мен соған альхамдулилля деп айттым дейді да. Ал екінші келіп сен табылды деп айтқан кезде тағы да жүрегіме қарадым. Жүрегім қуанды ма соның табылғанына? Жаңағыдай, жоқ, жүрегім сол бір қалыпты болды дейді. Сол үшін мен альхамдулилля деп айттым дейді. Сол сияқты жаңағы біз сынақ келген кезде біздің жүрегіміз бір қалыпты бола ма? Бұған бұл Алланың жіберіп жатқан нәрсесі ғой. Маған тап болу керек нәрсе болып тұр ғой бұл нәрсе маған. Сондықтан мен оны жаңағыдай иманның дәмін сеземіз сол кезде. Басында хадисте айтқанда иманның дәмін сол кезде біз сезе аламыз. Біздің жүрегіміз бір қалыпты болып, оған альхамдулилля, аля күлли хал, бүкіл қалым үшін Аллаға шүкірлер болсын, Аллах Тағалаға мақтау болсын деп қабылдайтын болсақ, онда біз пайғамбарымыз айтқан хадистегідей мықты мұсылман боламыз. Пайғамбарымыз айтып тұр ғой, мықты мұсылман болуға шақырып тұр да бұл жерде. Бұрынғы кісілер, бұрын енді ата-бабамыз Құнанбай қажылар мысалы неше жылдап Меккеге жүріп жатқан ғой. Енді қазір енді айтып жатады ғой, мысалы қазір ол кезде де жолдың ауырлығы бар,
ол кезде де сынақтар бар. Ал қазіргі біздің мынау сынақтарымыз самолеттің уақытында ұшпауы, жаңағыдай ол жаққа барғанда телефонын жоғалтып алуы, документін жоғалтып алуы, немесе автобустан қалып кетуі, адасуы деген секілді сынақтар. Сол кезде қажыларымыз кейде сабырсыздық танытып, әжелеріміз айтып жатты, сынақ дей бермеңдерші деп. Сонда біздің гидтеріміз күледі да, енді апа сіз Қазақстаннан келатыр деп сізге басқаша сынақ жазып қоймайды ғой. Сынақтар деген осындай болады, мысалы жолдың жаңағыдай шаршауы деген секілді осындай түрде беріледі ғой деп. Негізі Меккенің территориясына кіргеннен кейін сен не только істеріңнен, даже ойларыңнан сұраласың дейді. Сондықтан біз ана жақта, білмеймін, мен өзім, жеке өзім ешқандай бәріне көз жұма қарады. Өйткені мен ойлаймын, бір не то, что мен сөзімен айттым, ісіммен істедім. Егер мен жаман ойлап қалсам, ойым үшін мен Аллахтан ертең сұралам. Менің ойым үшін ертең мен күнәһар болуым мүмкін. Сондай ой келді де, ойбай, ойдың өзінен солай істесе, егер сөйлесе не болады? Негізі ақшасы бар, мысалы, адамдарға мен айтар едім, бірақ жиған тегін бар адамдарға Меккеге бір барып кеш деп ше. Өйткені Меккедегі сезім сөзбен түсіндіру мүмкін емес та. Жүрегің рахат, әйтеуір бір барып кеш, сосын көресің деп айтар едім да. Сол мысалы кейбір адамдарда қалтасында қосымша ақшасы болады. Бірақ ол Меккеге екі ой болып тұрады да. Меккеге барсам ба, жоқ әлде айфон аламын, жоқ әйтеуір керек болады, оны істемей ақ барып дейді. Сол адамдарға не айта аласыз жалпы? Иә, расымен де көп қой. Қазір кейбір оқырмандар айтуы мүмкін, ойбай, сендер ойыншық болып кетті, барасың, келесің, не сендер еріккенсіңдер деген сияқты. Бірақ олай емес. Ол жерде сен Алланың қонағысың, және ол жерге сен Алла шақырса ғана барасың. Сондықтан оған жайдан жай мен болды, миллионым түсіп тұр, ертең бара салам дейтін адамдар аз негізі. Сөйтсе біз енді шүкір қазақ халқы бай ғой. Өте бай адамдар көп, ақшасы умраға күнде умра жасайтындай жағдайлары бар адамдар көп. Бірақ та егер Аллах оны шақырмаса, сәтін салмаса, қаламаса, ол адам қанша жерден барам десе де бара алмайды. Және әрине соған тапқан ақшаң адал болғанда абзалырақ шығар әрине, бірақ та дегенмен және айтып жатсыңдар ғой, расымен де сондай адамдарға, қаражаты жетіп тұрған адамдарға барып келші деп айтқым келеді деп. Расымен де даже ақшасы болса да болмайса да кейбір адамдар барғысы келмейді. Та жоқ болса да, бар болса да. Сол кезде айтасыз, неге дегенде мен лучше шетелге демалайын, Мальдив аралдарына барайын, Дубайға барайын деген сияқты, Таиландқа барып демалып жатып, загар алып қайтайын деп айтады. Біз мысалы мен шетелге әлі шықпадым. Мен бара алушы едім, екі айдан кейін шетелге немесе одан да бұрындары. Бірақ біз Алладан тілейтінмін де, бізге ең бірінші баратынымыз осы Мекке Медина болсыншы деп. Аллах тағала дәл солай салып тұр да. Көрдіңіздер ме, қалай ниет етесің, қалай тілейсің, Аллах солай істеп қояды. Міне тағы да біз мысалы оған басқа елге де барсақ та болушы еді, отбасымызбен демалып қайтуға, бірақ та бір рет барып көрсеңіздер, тағы да барғың келе береді. Ол жаққа барғаннан сен ешқашан кедейленбейсің, керісінше байисың, жұмысыңда жүреді, және Қағбаның алдындағы тілек ол кері қайтарылмайды. Бізде мысалы мен де тіледім, Аллах бір өзімді ондай 2-3 ай деп айтқам ғой, 2-3 айда тағы барайықшы деп едім. Міне 2,5 ай өтті, 3 ай болған жоқ, тағы барайық деп жатырмыз. Уже менің Қағбаның алдындағы тілегім қабыл болып жатыр. Сол сияқты да. Сондықтан міндетті түрде барыңыздар, көріңіздер, ол енді сөзбен айту жеткізу мүмкін емес, тек барған адамдар сезеді, көреді. Жұлдызтас, осы барған кезде бір мынандай оқиғаларды көзің шалып қалып жатады да. Енді біздің әжелеріміз, жалпы біз жастар базар аралағанды жақсы көреміз ғой. Ол жаққа барған кезде енді базарлар өте көп қой. Көзің жалынатын Қазақстандағы сияқты емес, әдемі түрлі көйлектер, біз көрмеген бұрын соңды заттар. Сол базарға көп аралап кетеміз. Осы тұрғысынан ойыңыз қандай? Ол да бір сынақ қой. Ол да бір сынақ. Негізі шынымен де гостиница мен ненің арасына дейін андай нелер түсіп қояды ғой, андай бір-екі қадам ғана. Мен айтатын едім, негізі базар кез келген жерден табылады. Ол сол жердегі базар біздің Қазақстанда да, біздің Алматыда, біздің Шымкентте де табылады да негізі. Сол жердегі заттар тура дәл сол Қытай апарып жатқан заттар да. Қазір бізге әкеліп жатқан Қытай, Турциядан келіп жатыр деген заттар тура сол жерде де бар да.
сол жердегі барғандағы мақсатымызды бірінші анықтап алу керек деп ойлаймын да. Жаңа барған кезде менің балам әйтеуір билет әперді, бара салайыншы. Жаңа умраға билет әперіп тұр, бара салайын. Немесе кейбіреулеріміз әйтеуір ойбай, умраға барып кетті, қажы деп айтсын деген сияқты. Сондай бір ниетпен баратын болсақ, әрине ол соңы базар аралап кетуі мүмкін да. Сондықтан бара жатқан жеріміздің мақсатын, маңыздылығын, оның құндылығын, оның сондай бір Алланың алдында қандай жерге бара жатқанымызды, ол жерде пайғамбарымыздың аяғы жүргенін, пайғамбарымыз қаншама нәрсені істегенін, сондай бір тарихи, анау Ибрахим алейхиссаламнан келе жатқан бізге мұсылмандарға бір сол жерге баруға мысалы міндет еткен сондай керемет қасиетті жерге бара жатқанымызды сезінген адам болса, ол базар аралап кетеді деп айта алмаймын мен. Ондай адам уже әрбір секундын, әрбір минутын тек құлшылықпен өткізгісі келеді. Жаңағы артық бір секунд кетіп қалса, ол сол үшін сараңдық танытуы мүмкін да. Қандай сол уақытқа сараң болуымыз мүмкін да. Сондықтан ең алғаш бара жатқан кезде умраға сол қандай мақсатқа бара жатқанымызды дұрыстап ұғып, соны түсініп алып барған дұрыс деп ойлаймын да мен негізі. Шынымен де жаңа сіз айтқандай мен де оны көзім көргем. 2015 жылы мен үлкен қажылыққа барғам. Сол жерде сөйтіп апалар базар аралап артынан іздеп таппай апа деп нетіп жетінбіз. Енді ол қазақтың несі ғана келген кезде оларға не деп айтам, Меккеден келдім деп айтам, Мединадан келдім, соның базарлығы деп беруім керек, сарқыты деп беруім керек, жаңа базарлығын апаруым керек деп. Ол Мекке мен Мединаның базарлығы ол құрма мен зәмзәм ғана. Негізі ең құнды, ең бағалы нәрсе сол ғана. Соны алып келсек, соның өзі жеткілікті. Негізі басқа нәрсе емес. Басқа нәрсені келіңізді тағы да беріңіз келсе, осы Алматының базарына барыңыз да, жайлы базар сатып алып, қосымша бере беріңіз, жаңа құрма мен зәмзәмнің қасына қосып. Ал бүгінгі біздің подкастымыздың аяқталуына да санаулы уақыттар қалыпты. Бүгін сіздермен болған Елшін Ақмарал және де қазір Алғабас мешітінің ұстазы, әйел қыздар секторының ұстазы Жұлдыз ұстаз. Бүгінгі біздің қонағымыз болғандарыңызға өте көп рахмет. Алла қаласа алдағы уақытта умраға, Меккеге Алла өзі көп шақырсын, қайта шақырсын, жасаған құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Көп рахмет сіздерге.